Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Міне біздің тауықтарымыз барлығы бір қалыпты. Мінекей жұмыртқа туып жатыр. Кір. Мінекей әні. Амашы тауық туа ма деп сұрағандарға туып жатыр әні. Тауықтарымыз осы. Мен бір мәселе жөнінде видео түсіріп жатырмын бүгін. Жалғыз енді өзімнің ойым емес. Көп адамдар жазып жатыр маған. Комментарияға да жазып жатыр. Көп комментарияға жазғандар барлығын оқып шықтым. WhatsApp-тан да жазып жатыр өзіме. Тауықтың бағасы неге қымбат деген сұрақ болып тұр көбінде. Жем мен тауықтың бағасы неге қымбат дейді. Сол жөнінде бүгін видео түсіргім келді. Тауықтың бағасы не үшін қымбатсып кетті, мен соны түсінбедім. Барлығы енді өзіміздің Қазақстаннан шығып жатыр. Жемде тауықта барлығы. Кеше өзім енді 15 жыл тауық асырадым. Кеше бір группаға жазған болатын. Скриншот жасап, осы видеоға да салармын. Сол кезде жазғанда көбісі айтып жатыр. Тауықтар рубль қымбатсып кетті. Россиядан келеді тауықтар. Әр тауыққа қосқан жұмыртқа алдыртса да, балапан алдыртса да өзінің қосатын бағалары бар екен. Мысалы, бір жұмыртқаны алып келгенде ол жақтан 40 теңгеден алса, тағы жолда жүретіні бар, тағы бір демесі бар дейді. Типа налоговый сияқты бірдемелері бар, документтері бар. Сол шаруамен, 80 теңге, 60 теңгеге дейін келеді екен бір жұмыртқа Россиядан. Енді оны жұмыртқа Қазақстанға келіп шығарылғаннан кейін балапандарды білесіздер, 500 теңге, 1000 теңгеден. 1000 теңгеден басталады адлердің балапандары. Бір суткі сияқты, мен көргені OLX-тен. Домашнилар енді өзімізден шығып жатыр ғой. Біреулер жазып жатыр. Енді 20 жыл болды тауық асырағаныма. Россиядан алдыртып жүрік деген сияқты. Енді мен айта кетейін өз ойымды. Бұл жерде енді көп адамдар сұрақ қойғаннан кейін енді мен де отыра алмадым өзім видеоға түсіргендіктен. Мысалы, домашний тауықты айта кеткен жағдайда енді оның балапандарын қымбатысудың қажеті жоқ. Домашний бір тауық қазір 4000 теңге. 3000 теңге, 4000 теңге, өздеріңіз білесіздер OLX-тен. Бұрындары осыдан 5 жыл бұрын ба, 3-4 жыл бұрын ба тауықтың бағасы 1500 теңге болды. Даже 1000 теңгеден алып жүрген күндер болды. Мен өзім 1200-ден бастап алдым. 1300-1200-ден домашний тауықтарды ұстадым, балапандарын да шығардым. Мені көптен қарайтын көрермендер болса, бірінші каналым жабылып қалды. Сондағы видеоларым бар. Брамада асырадым, балапанда шығардым. Әртүрлі породада ұстадым. Домашний тауық енді өзімізден шығып жатыр. Қазір бір ауылдың басында бір үйде 10 тауықтан, 20 тауықтан бар. 10 үйде мысалы 10 тауықтан есептегенде 100 тауық бар домашний. Барлығы солай кетеді ғой енді ол деген. Мысалы, адлерді де мысалы 5-6 жыл бұрын жұмыртқасын Қазақстанға алып келіп балапан сатсаң, енді оны бір жыл асырап сөйтіп таған жоқ адамдар. Жұмыртқасын шығарды, жұмыртқасын сатты, балапандарын манағыдай өсіріп, балапандарын да сатып жатыр, көбейтіп жатыр ғой. Оны өйтіп Россиядан келеді, әр жыл сайын Россиядан келеді деп айтудың қажеті жоқ. Барлығы енді өзімізден көбейіп жатыр ғой. Россиядан алдыртқанда да бір алдыртты ғой, енді қайта алдыртып жатқан жоқ қой. Енді жолдағы шығынды да есептеген адам болса түсінеді, енді оданша өзі бағып, осылай балапандарын көбейтіп сатқан жақсы сияқты, жұмыртқаларын сатып, балапан шығарып сатқан жақсы сияқты негізінде жалпы. Сол себепті осы видеоны мұнағыдай әркімге таратыңыздар, комментарияға мнениелеріңізді жазып кетіңіздер. Тауықтың бағасын төмен түсірейік. Енді адлердің бағасы дейтін меморандум ұшынып тұр ғой. Мен енді өзім мына адлерді 3000-нан алдым, әтешін 4500-нан алдым. Ол таза қанды болсын, таза қанды емес болсын. Адлердің бағасы 5000 теңге, 6000 теңге. Минимум сол адлердің бағасы. Сосын брамылар бар, таза брамылардың бағалары 10.000-нан сұрап тұр, 5000-нан сұрап тұр. Таза татау ғана OLX-тен қарап отырмын, брамы емес анау дейді. Мынандай кәдімгі аяғында азғантай жүндері бар, міне. Соның өзін брамы деп сатып жатыр. Ол негізінде дұрыс емес ол дейді. Мысалы, қазір көптеген адамдар бар, ақшасы жоқ адамдар бар, жұмысы жоқ адамдар бар, манағыдай бала шағасына тамақ болсын, жұмыртқа жесін деп манағыдай тауық алады.
ол тауықты алғысын ол кісіде ақша жоқ. Бір тауықты 4 мыңнан алады, мысалы ол кісі 10 тауық алғысы келсе 40 мың теңге ақшасы кетіп қалады. Ол кісіде 40 мың теңге ондай ақша жоқ. Әрі кетсе бір 10 мың теңге болады. 10 мың теңгеге бір тауық бір әтеш алған, оғанда не вегетін ғой, жемі бар дегендей. Сол себепті тауықтың бағасын алысқа апармай, кішкене орташа бағада ұстасақ, жемнің де бағасын 150 теңгеден басталады екен, 200 теңгеге дейін барады екен. Ол деген не деген сұмдық, вообще Қазақстаннан шығып отқан жем ғой, мысалы айтқанда. Сол себепті жемнің де бағасын 100 теңге мен 150-дің арасында ұстасақ, вообще күшті болып кетеді. Менің ойым осы, енді өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Тауықтың бағасы қымбат болған жағдайда сіздер жақта комментария жазып кетіңіздер. Енді адамдар көрсін, ұялсын, бағаны түсірейік, барлығы қолдап жатса, енді осы видеоны қолдап жатсаңыздар, енді тауықтың бағасын түсіргізерміз деген ойдамыз. Енді барлығымыз жабылып. Әзірге осы, келесі видеода көріскенше жақсы сау болыңыздар.